Қайырлы күн, оқушылар. Бүгін біз Inkscape программасында фигуралармен жұмыс жасайтын боламыз, және сол фигураларды әртүрлі пішімдерге келтіреміз. Қарапайым ғана тік төртбұрыш салып, оның ішкі бейнесіне, мысалы, жұлдызша орналастырғымыз келсе, бірінші жұлдызшаны салып аламыз да, үстіңгі жоғары бетіне закругление және случайность деген, сонымен қатар отношение радиус қасиеттер бар. Осы қасиеттерді өзгерткен кезде біздің жұлдызшамыз басқа пішімге айналады. Мысалы, қызыл түске бояп, осы жұлдызшамызды тік төртбұрыштың ішіне орналастыра аламыз. Осылай орналастыру арқылы біз басқа бір әдемі фигураны жасап шығуымызға болады. Көпбұрышпен жұмыс жасайтын болсақ, көпбұрышты салып аламыз. Салып алынған көпбұрышымызды закруглениесін өзгерту арқылы басқа бір бейне алып шыға аламыз. Осы бейненің көлемін кішірейтіп, дөңгелекке орналастырып көрейік. Ол үшін дөңгелекті салып аламыз. Оның түсі, мысалы, жасыл түске бояйық. Боядық. Енді келесі бізде жұмыс шыққан пайда болған фигурамызды дөңгелегіміздің ішіне орналастыру. Осылай неше түрлі әдемі фигураларды жасауға болады.